Assalamu alaikum dostlar. Қайырлы күн. Баршаңызға сәлем. Каналыма қош келдіңіз. Бүгін ауыз бекітер уақытқа осындай керемет салат дайындадым. Яғни бұл салаттың құрамы ешқай жерде кездеспеген. Бар болғаны үйдегі бар көкөністерді қосып, біріктіріп, бөлек соус жасап, сөйтіп жасай салдым. Жолдасыма да, өзіме де қатты ұнады. Кішкене бөлігін ұлыма да алып қойдым, ол да сүйсініп рахаттана жеді. Ең алдымен осылай бұл жерде жарты ғана қызылшаны турап жатқаным көрініпті. Негізі тұтас қызылшаны салдым. Салат жапырағында жуып тазалап алып, видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, ірілеу қылып турап алдым. Кейін бұл салаттың үстінен рукола қостым. Яғни оның ортасынан бір бөліп, солайынан сала салдым. Сосын видеода көріп тұрғандарыңыздай қылып, бір штук қызанақты да турап алдым. Соусына зәйтүн майын құйдым, және де оның үстінен тұзын, бұрышын салдым. Бұл соусты негіз өзім ойлап таба салдым сол моментте. Және де жолдасыма да өзіме де осы кисло-сладкий соус қатты ұнайды. Сол себептен осында қостым. Барлығын жақсылап араластырып, сәл омлет дайын болғанша сіңуге қойып қойдым. Ақуызға мол және әдемілік беру үшін осылай үккіштің кішкентай көзінен сырды өткізіп салдым. Сонымен қатар кішкене мөлшерде ақ-қара күнжікті араластырып алып сеуіп шықтым. Неге? Салатымыз дайын. Өте жеңіл әрі пайдалы салат. Асқазанға да ауырлық етпейді. Әрі адамға күн ұзаққа бойына тоқтық сезімін беретін керемет салат дайын болды. Сіздермен де рецептімен бөліскім келіп, осылай видеоға түсіріп алған жайым бар. Егер салатым сізге ұнап жатса, каналыма жазылып, ары қарайда осындай неше түрлі салаттар, немесе дәмі тіл үйірер жылы тамақтар, сонымен қатар әртүрлі тәттілердің рецепттерін көргіңіз келсе, қоңырауша батырмасын басып алыңыз. Сонымен қатар бұл салатқа көз қарасыңыз қалай, пікіріңіз қандай болды? Комментарияда өз ойыңызбен бөлісе кетіңіз. Сіз де отбасыңызға дайындап көріңіз, мүмкін отбасыңызға ұнап қалар. Баршаңызға Рамазан айы мүбәрәк болсын. Ұстаған оразаларыңыз, оқыған құрандарыңыз, намаздарыңыз және де тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын.